Бастаймыз. Так, сіздермен бүгін екінші сабақ терминдарды жалпы түсіндіріп өтетін боламын. Терминдарды түсінсеңіздер, ары қарай тағы да түсіне бересіздер ғой. Уже мына жерде мысалы уровень дегеніміз не дегенді, свечи дегеніміз не екенін, уже таймфрейм деген сияқты нәрселерді кішігірім ең оңай базовый терминдарды үйреніп алдыңыздар деп ойлаймын, иә? Айжан ханым, иә? Таймфрейм Иә, деген иә. не білесіздер ғой, иә? Мына астында таймфреймдар тұрады, уақыт Уақыттар тұрады. ғой. Аха, иә. Свечи дегеніміз мынау, иә. Ашылуы қайсы? Қызылдың ашылуы қайсысы болады? Көрсетіңізші маған. Қызылдың ашылуы астынан ғой. Қызылдың Асты жақ. ашылу үстінен болады ғой, астынан келіп жабылады ғой. Үстінен. Үстінен, иә. Иә, жасылдың ашылуы астынан үстен келіп жабылады, дұрыс па? Жабылады. Иә, Мхм. иә. Иә. Ашылу жабылуын білдіңіздер. Сосын жалпы мына вебулды қазір ноутбугыңызға тартып алыңыздар. Сосын шетіне мынандай Тесла дегенді қосып аласына мына шетте стокс деген тұрады. Осылай регистрация жасағаннан кейін мына шетте мына стокс деген тұрады, сол жерде осындай бет ашылады. Сол кезде символ деген жерге Тесла деп жазып, Тесла акциясына күнделікті бұйырса торговля жасаймыз. Мен жасап жүргеніме уже 2 жыл болып қалды, Тесламен торговля жасап жүргеніме, иә. Жалпы рыноктың структурасын қазір сіздерге айтып өтем, бірақ одан бұрын сіздерге білу керек нәрселер, терминдар. Мен қазір мына уровеньдерді сызып, мынау мынандай, мынау мынандай деп айтқанмен, сіздер қазір терминдарды білмегендіктен түсінбей отыруларыңыз мүмкін. Сондықтан қазір жазып алыңыздар. Ең бірінші білу керек цена закрытия. ЦЗ. ЦЗ дегеніміз бағаның жабылуы, иә. ЦЗ кеше күннің жабылуы деп жазып қойсаңыздар болады. Кешегі күннің жабылуы. Кешегі күннің закрытиесі. Кешегі күні дневка бойынша ә, күннің жабылуы. Close бағасы, иә. Цена, цена закрытия, close деп айтамыз, иә, жабылу. Закрытие деген жалпы close, к деп қойсақ та болады. Мына жерде мысалы, мына жерде close 439-да 62 деген баға. Мына жерде о деп тұр, open бағасы, иә. Цена открытие. Закрытие close, открытие open, иә. Цена закрытие open баға, иә. Цена открытие премаркеттің ашылуы. Премаркет қай жерден ашылып тұр? Премаркет дегеніміз 4 сағатпен қарайсыздар. Премаркеттің ашылуы, премаркет дегеніміз бүгінгі күннің ашылуы. Премаркеттің ашылуы, бүгінгі күннің ашылуын 4 сағатпен қараймыз, иә. Бүгінгі күн Мгм. премаркетте ДК міне 4 сағатқа қойдым, иә. Қазір бұйырса сағат 2-де ашылады. 2-де ашылады. Мына жерден қазір свечи ашылып пайда болып бастайды. Мына жерде 2-де баға ашылады. Геп ап болып ашылатын шығар бүгін жоғары жақтан, иә. Сөйтіп баға ашылады. 2-де мынау кеше 2-де ашылды, иә, бірінші свечи. Осы жерден цена открытиені сызып алдық оранжевый түспен, иә, 442-де 06 деген бағаны. Ал цена закрытиеміз 445-те 23 деген баға. 445-те 23-ті көрсетіп берейін. Міне кешегі мынау күні кешегі қозғалыс болса, мынау алдыңғы күннің закрытиесі, иә. Мынаны жоқ деп ойлайық. Біз мына свечиді жоқ деп ойласақ, мынаның закрытиесін сызып алдық, иә. Цена закрытие жоғарыдан келіп жабылады ғой, мынау ашылады, төменнен жоғарыға келеді да, жоғарыдан жабылады. Жабылу бағасы цена закрытие, цена закрытие 445-те 23 деген баға бізде. Соны сызып алдық, иә. 445-23 сызып алдық та не істедік ары қарай? Цена открытиені сызуға 4 сағатқа ауыстық. 4 сағатқа өткен кезде 442-де 06 деген бағаны оранжевый түспен сызып алдық. Яғни ценаның открытиесі, бүгінгі күннің ашылуы. Сағат бұл ашылады, 14:00-де ашылады. 14:00-де ашылады да 18:00-де жабылады. Иә, мынау бірінші свечи. Ішіне 4 сағат сыйдырады ғой, 4 сағат деп тұр ғой. Сол үшін 14:00-де ашылады да 4 сағаттан кейін жабылады. Нешеде жабылады? 18:00-де жабылады. Сосын мына екінші свечидің ашылуы 18:00-де болады. 18:00-де ашылады да 19:30-да жабылып қалады. 19:30-да жабылады. Неге? Өйткені 19:30-да біздің маркетіміз ашылады. Мына жерде қараның ішінде тұрған маркет біздің маркет. Мынау серый зонаның ішінде тұрған бұл премаркет, иә. Премаркеттегі мына соңғы 4 сағаттың 2 свечкиіне қарап анализ жасаймыз. 1 сағаттың соңғы 6 свечиіне қарап анализ жасап аламыз. Мына жерде 6 свечки, соңғы премаркеттегі 6 свечкаға қарап анализ жасаймыз. Міне.
бір, екі, үш, төрт, бес, алты свечке, иә, осы алты свечке қарап анализ жасаймыз. Ә, енді бұл жер, так, енді осы алты свечкидің ашылуы сағат 2-де ашылды. Мына жерден ашылды, иә, 3-те жабылды. 14:00-де ашылды, 15:00-де жабылды, 15:00-де ашылды, 16:00-де жабылды, 16:00-де ашылды, 15:00-де жабылды, 15:00-де ашылды да 16:00-де ашылып, 15:00-де ой, 17:00-де жабылады. Мынау, иә, 17:00-де ашылып, 18:00-де жабылады бесінші свечи. Соңғы алтыншы свечи 18:30, ой, так, 19:00-де ашылады да 19:30-да жарты сағат ішіне сыйдырып жабылып қалады. Түсінікті ма? Жалпы бұрын уақыт 18:30-да ашылатын еді, сосын премаркет 1-де ашылатын еді. Сол 1-де ашылады, 2-де жабылады, 2-де ашылады, 3-те жабылады, 3-те ашылады, 4-те жабылады, 4-те ашылып 5-те жабылады, 5-те ашылып 6-да жабылады, 6-да ашылып 6:30-да жабылатын еді ғой. Мынау маркет, премаркет әбден соған үйренген соң мына 7 дегенді дұрыстап түсіндіре алмай тұрмын ғой. 19:30-да 2-де ашылғанда дұрыстап айта алмай тұрмын, әбден анаған аузым үйреніп қалған. 2-де ашылып 3-те жабылады, иә, бірінші свечи, иә, ол ашылды. Міне қызыл свечи мына жерден ашылып тұр. Цена открытиені сыздық 442-де 0,6 деген. Сосын баға келді, кішкене өсті, сосын қайтадан келіп төменге келіп жабылып қалды. Мына жерден жабылды баға, иә. Осы жерден жабылып, бізде өзіміздің рынок ашылып жоғарыға кетті да, мына жерден ашылды ғой. Бірақ жоғарыға барып фитильмен қайттан келіп, осы жерден төменге қарай құлады. Сосын қай жерге дейін барып берді? Мына жердегі мына сирен түстегі цвет тұр ғой, мына, иә, мына сирен қылып сызып қойған 433-те 72 деген баға осыған келіп берді. Оны зеркальный уровень деп айтамыз. Оған әлі сіздерге ерте. Енді біздегі терминдарды ары қарай жалғастырайық. Терминдарымыз цена закрытияны айттық, цена открытияны айттық, иә. Цена закрытия кеше күннің жабылуы, цена открытия премаркеттің ашылуы дедік. Енді қараңыздар, енді келесі бізге премаркет. Премаркет нешеде ашылады? Премаркет ашылуы, жазып ала беріңіздер осының бәрін. Премаркет ашылады 14:00-де ашылады, 19:30-да жабылады. Премаркеттің уақытысы, иә. Премаркетке қарап, осыған қарап біз анализ жасаймыз. Премаркеттің қайда барып келгеніне, қайда барғысы келгеніне қарап, кеше күннің свечкина қарап солай анализ жасап, бүгінгі күннің лонгқа кететін, яғни жоғары кететін, немесе шортқа кететін, немесе төменге кететінін анықтап аламыз. Лонг, шорт деген жазып алыңыздар осы жерде. Лонг, жоғары, жоғары, шорт, төменге кету. Базовый сабақтарда да бар, негізі төмен деген продат, жоғарыға еститін болсаңыздар капитал коммен купить дегенді басасыздар да, сосын баға өседі деп сатып аласыздар. Ал продат деген сату. Мынау капитал ком бойынша жазылған термин, капитал комдікі. Түсіндіңіздер ма? Капитал комда жоғары кетеді деп анализ жасасаңыздар, купитті басасыздар, төменге кетеді десеңіздер, продатты басып позиция ашасыздар. Сосын позиция дегенді, сделка дегенді не екенін айтайын. Сделка дегеніміз пайда табу үшін ашылатын, сделка деген пайда табу үшін ашылатын әрекет, жасалатын әрекет десеңіздер де болады. Жоғарыға кетеді деп сделка ашсаңыздар, купитті басып ашасыздар, иә. Төменге кетеді деп ашсаңыздар, төменге продатты басып сделка ашасыздар. Сделка, позиция деген екеуі бір. Позиция ашу, сделка ашу деген. Сосын позиция деген тағы бір термин бар. Ол мына дневканың түсіне қарап, бәрін қазір кетіп тастаймын. Жазып алдыңыздар деп ойлаймын, немесе үлгермесеңіздер
записьті қайтадан көріп жазып алыңыздар. Мына жерде позиция ашу деген жаңа айттым ғой, иә, пайда табу үшін ашылатын, жасалатын әрекет деп, иә, капитал коммен жасайсыздар позицияны, капитал коммен ашып, капитал коммен жабасыздар. Ал мына вебулмен тек қана анализ жасайсыздар да. Енді қараңыздар, мына жерде позиция деген тағы бір екінші ұғым бар. Бұл позицияны анықтау, яғни бағаның лонгқа кететін, шортқа кететін осы свечкалардың түсіне қарай, иә, түсіне қарай, сосын жаңағыдай формасына, яғни көлеміне қарай позициясын анықтайсыздар. Мынау жасыл түсті болды, иә, соңғы свечи жасыл түсті болды. Енді осының түсіне қарай позициясын анықтаймыз. Барады да бұл закрытиесіне келіп тіреледі, левый ближнийға барып тіреледі да, не перехай деп айтамыз, не перехай шорт деп. Бұл не перехай деген позиция болды, түсіндіңіздер ма? Позиция деген жаңағы капитал коммен сделка екеуі бір деп айттым ғой, сделка позиция екеуі бір, капитал коммен жасалатын әрекет. Ал екінші позиция дегеніміз ол вебулдағы осы свечкидің түсіне байланысты позициясын анықтау, яғни бағаның бүгін рыноктың логично қайда кететінін алдын ала анализ жасауды позициясын анықтау деп айтамыз. Түсіне қарап позициясын анықтаймыз. Мынау не перехай шорт. Бұл неге не перехай? Неге перехай емес? Неге қасында не дегені бар? Неге бұл перехай емес? Иә? Бұл перехай емес, өйткені бұл барды да мынаған тіреліп қалды. Иә? Алдыңғы максимум бағаларды мынаны или мынаны закреп жасаған жоқ. Барады да мынаны былай ұзын болып жасыл болып жанғанның өзінде барады да мынаған тіреліп қалады да, бәрібір не перехай шорт деген позиция болады бұда. Енді не перехай шорт болса, значит біз премаркеттен былай баға мына жерде жүрді ғой кеше, осыдан былай максимумнан былай шорт күтеміз. Не перехай шорт деген позиция бізде. Не перехай шорт, неге? Өйткені барды да мынаған тіреліп қалды, денесімен жаба алмады, барады да не перехай шорт болады, құлайды. Енді не перелоу лонг болғанды түсіндіріп жіберейін. Не перелоу лонг болады мынау. Жалпы 4 позиция түрі бар. Не перелоу, не перехай перехай. Перехай дегенді айтып өтейін. Хай дегеніміз, осы жерде хай деген термин жазып алыңыздар. Хай деген мына жерде тұр. Мына хай, мына жақта low деп тұр, иә. Openді closed мен айттым, енді ол high low'ды айтып өтейін. High low. Неге high low? High дегеніміз жоғары, ең максимум деген сөз мынау, максимум. Хай дегеніміз максимумы. Енді жалпы свечкидің максимумы мынау, свечкиді алатын болсақ, максимум мынау, хай бағасы мынау деп айтамыз. Минимум мынау, лоу бағасы мына жерде фитильмен келген бағасын кеше мен свечкиді таныстырған кезде айтып өттім, иә. Сол кезде айтып өттім, хай бағасын, лоу бағасы қайсысы екенін. Мына жоғары жақты хай деп айтамыз, төменгі жақты лоу деп айтамыз. Иә, максимум, мынау минимум. Мына қызыл свечкидің максимумы мынау, минимумы мынау, лоу бағасы мынау, хай бағасы мынау. Түсіндіңіздер ма? Осы жоғарыға қарай бағытталған жасыл свечкидің жоғары жағын хай деп айтамыз, қызыл болса лоу деп айтамыз. Қызылдың максимумы мына жақ жоғарысында хай деп айтамыз жалпы, иә. Жалпы свечкидің жоғары фитильмен барған жағын хай деп айтамыз. Енді сол перехай, перелоу деген терминдарға байланысты свечкидің позициясын анықтау деген жалпы сондай стратегия қалыптасқан. Ол қандай стратегия? Не перехай, не перелоу, яғни баға жасыл болса келеді мына жақтан кеп тіреледі, не перехай болды. Бұл значит не перехай, қасында не дегені бар. Перехай емес, бұл жоғары шортқа кетеді. Мынау да не перехай болды, шортқа кетеді. Бүгінгі позиция. Мынау не перелоу болып тұр, өйткені бұл барады да мынаған тіреліп тұр, иә. Тіреліп қалады, левый ближний деп айтады. Мына свечкиді, тірелетін свечкиді левый ближний деп айтады. Бұл барады да левый ближний денеге барады да свечкиға, левый ближний свечкиға деп те айтамыз. Левый ближний свечкиға барады да тіреледі, значит не істейді? Лонгқа кетеді. Қай жерден лонгқа кетеді? Мына жақтан лонг қарастыруға болады. Немесе премаркет жалпы жоғарыдан ашылды, иә. Осы жерден мынаның зеркальныйынан, иә, былай лонг кеткен. Енді мына сабақты түсінбесеңіздер, қайталап 2-3 реттен қайталап қарап аласыздар. Енді келесі кеттік.
Мынау енді позициямыз не перехай шорт болды. Мынау не перелонг дневка бойынша бұл, иә, дневка бойынша осындай болды. Енді келесі позицияны дневка бойынша, тек қана дневка бойынша не перехай шорт болды, бүгін шорт ұстап алып ақша тауып кетемін деген нәрсе жоқ. Ары қарай біз анализ жасаймыз, ішіне қарай кіреміз, маркеттің ішіне қарай внутридневка деп айтады. Внутридневка дегеніміз жазып алыңыздар. Внутридневка. Внутридневка бүгінгі күннің ашылуы. Внутридневка немесе премаркет деп жазсаңыздар да болады. Внутридневка дегеніміз 4 сағат, 1 сағат таймфреймдармен таймфреймдарды внутридневка деп айтамыз. 4 сағат, 1 сағат таймфреймдар. Яғни бүгінгі күн. Внутридневка сызықша премаркет немесе бүгінгі күннің қозғалысы деп қойсаңыздар болады. Внутридневка бүгінгі күн. Бүгінгі күн. Бүгінгі күн немесе бүгінгі күн қозғалысы деп жазсаңыздар да қате емес. Внутридневка деген түсініңіздер ма? Дневка, ал 4 сағаттан бастап 1 сағат мыналар уже внутридневка болып есептелінеді да. Жазған шығарсыздар деп ойлаймын. Енді әрі қарай кеттік. Внутридневканы ашайық сіздермен. Внутридневканың термин жазып алдық. Внутридневка 4 сағаттан бастап осы таймфреймдармен қарап аламыз. Бұны локально қарау деп те айтады. Рынокқа локально қарау, внутридневкамен қарау или премаркет уақытысы деген сияқты солардың бәрі осы серый зонаның бұл ішінде қозғалып жатқан қозғалысты айтады, солардың барлығы, иә. Енді қараңыздар. Внутридневканы ашайық сіздермен. Енді жаңа дневка бойынша не перехай перелоу деп айтып жатырмыз ғой, иә. Жасыл болса не перехай шорт болады, қызыл болса не перелоу лонг деген позиция болады. Енді бізге тағы да одан 4 сағаттан кейінгі таймфрейм бізде, дневкадан кейінгі таймфрейм бізде 4 сағат, 1 сағат. Осы үшеуіне қарап позициясын анықтаймыз, иә. Сосын сделка ашамыз сол үшеуінің позициясына сүйене отырып. Енді қараңыздар, мына жерде баға ашылды, иә, ашылды да мына жерде минимум болып жабылды 4 сағаттан кейін. Сосын мынау ашылды, сосын мынаның минимумын алып кетті. Мынаның минимумын, иә, денесімен жабылған жерін мынау да денесімен жапты. Оны полный былай денесімен жауып тұр мынау. Мынаның минимум бағасын, иә. Түсінбесеңіздер қайттан көріңіздер. Мынаның минимум бағасын денесімен жауып алды. Иә, мынау денесімен жауып алды. Значит, не істейді бұл? Перелойл деген позиция болады. Перелоу, значит, шорт. Мынаны денесімен басты. Перелоу, шорт. Ал енді басқа күнге мысал көрсетейін. 4 сағаттың басқа күніне мысал көрсетейік. Мына жерде мысалы мына 4 сағатта екі свечкаға қараймыз дедік қой, премаркеттегі мына серый зонаның екі свечкаға қараймыз дедік. Соның бағасы ашылады, иә, ашылып, то есть жасылмен ашылады ғой, открытиесі жасыл болады, астынан ашылады, жоғарыдан жабылады ғой. Енді 4 сағатта екінші свечи бар ғой, мынау сағат 6-да ашылып 7:30-да жабылады дедік қой, 1,5 сағат ішіне сыйдырады. Осы ең соңғы свечи не істеп тұр? Мына алдыңғы свечиді, иә. Мынау 2-де ашылды, 6-да жабылды, мынау 6-да ашылды, 7:30-да жабылды. Мына жерден ашылады, 6-да, 7:30-да келіп мына жақтан жабылды, иә. Бұл жерде не істеп тұр? Бұл мына премаркет қалыптастырған минимум бағаны ала алмады, денесімен жаба алмай қалды. Сол үшін бұл не перелоу лонг деген позиция болып есептелінеді. Дауыс естілмей қалды ғой. Дауыс естілмей қалды. Айжан ханым, қараңыз, не перелоу болады? Мына денесімен мына екі свечидің минимум бағасын жаба алмағандықтан денесімен былай қызыл болып былай астынан келіп денесін жабылу керек еді ғой, денесінің жабылу жері осы жерден болғанда бұл перелоу шорт деп айтатын еді. Бірақ бұл келді да мына бірінші свечидің минимум денесін аст жағын, иә, денесімен жаба алмай қалды. Значит, не перелоу лонг деген позиция болады. 4 сағаттағы позицияны анықтауды үйрендік, иә, не перелоуды түсініп алдыңыздар
деп ойлаймын. Енді түсінбесеңіздер қайтадан көріңіздер. Мына жерде мысалы денесімен келіп құлаған, иә, бір құлаған, екі құлаған. Көрдіңіз бе? Құлаған бұл, значит, бұл перелог. Біріншісін, екіншісі алып кетті 4 сағат бойынша. Сол үшін не істейді бұл? Перелог жасады, значит, тағы да маркет құлайын деп тұр. Бірақ мынау енді дистрибуционный құлағандықтан мына жартысынан келіп мына реттестін беріп маркет ашылғанда кішкене лонгқа барып сосын құлау керек еді, бірақ маркет ашылғаннан төменге қарай құлап кетті. Енді 1 сағатқа өтейік. 1 сағатта бұл жерде енді критический точкаларды деп айтамыз. 1 сағатта критический точки, ал дневкада ключевой точки. Точка деп жазып алыңыздар осы жерде. Точка. Осы жерде бізде екі түрлі жалпы трейдинг акциямен сауда жасауда екі түрлі точкалар бар. Ключевой точки, критический точки. Критический точки дегеніміз 1 сағатпен 1 сағат 1 сағат деп жазып қойыңыздар. Жақшаның ішіне таймфрейм 1 сағат. Мынау дневка таймфрейм. Иә? Енді мынау дневкадағы ашылу бағасы, иә, мына ашылуы, сосын осы уровень сызып аласыздар ашылуынан, сосын мынау жаңа жерден жабылуынан бір уровень фитилі хай бағасы, лоу бағасы. Осы жерден бір, мына жерден бір уровень сызып аласыздар. Ал критический 1 сағаттағы 6 свечи болады да бұл, иә, осы жерден осының мысалы осы 6 свечидің максимумы мынау болып тұрса, ең жоғары бағасы, иә, фитильмен мынау болсын, мынау хай бағасы болып есептелінеді. Ал мына жерде лоу бағасы мынау болса, минимум бағасы мына жерде мынау болады. Критический точкадан 4 уровеньді осылай сызып аласыздар. Енді фитиль кейбір кезде дневка бойынша кішкентай болуы мүмкін, хай бағасы кішкентай болуы мүмкін, андай бұл кезде уже 3 уровень сызылады да. Фитиль құттай болса сызылмайды, $2 төмен болса сызбай ақ қоясыздар. Ал мына жерде критический точкаларда да мына жерде фитильмен бармаған болуы мүмкін, сондықтан біз мына жердегі бір уровень сызбаймыз. Кейде мына хай бағасы да болмауы мүмкін, тек қана максимум минимум болып тоқтауы да мүмкін. Сол кезде 2 уровень ғана сызасыздар критический точкадан, иә. Ал ключевой точкадан да бір уровень, даже бір емес, критический точкада обязательно 2 точка болады, 2 уровень болады. Фитиль болмауы мүмкін, бірақ денесі обязательно болады ғой енді. Сол үшін ключевой точки деп өзі айтып тұр. Ключевой, яғни кіретін точкамызда осы болып естіледі бізге, есептенеді. Енді мына жерде міне ключевой точки, кешегі күннің ключевой точки мынау, иә, сосын мына жақта минимум ашылу бағасы, мына жерде цена закрытия и так сызып аламыз, сосын ашылу бағасы да бізге ключевой точка болып есептелінеді жалпы. Точкаларды жазып алсаңыздар, енді келесі 1 сағатқа өтейік. 1 сағаттың позициясын анықтады. И критический точки деп жаңа айттым, екі түрлі точка бар деп, иә. Соны тағы да толықтырып түсіндіріп кетейін. Енді мына жерде жалпы премаркетте мына хай бағасын сызып алдық, иә. Премаркет өзі осылай екіде ашылған күйі сағат 7:30-ға дейін қозғалыс жасайды. Сол кезде өзі максимум баға қалыптастырады, яғни ең барған денесімен барып жабылған жер максимум деп айтамыз. Мынау хай бағасы, сосын мынау денесімен минимумға дейін барған жерін минимум деп айтамыз. Денесімен жабылған жерін, фитильмен минимумға барған жерін лоу баға деп айтамыз, иә. Енді осы жерде біз мынандай көк түспен критический зоналарды сызып аламыз, иә, критический точкаларды сызып аламыз. Максимум баға, иә, минимум баға, хай баға, лоу баға. Бұл жерде бізде енді осы 6 свечкенің ең соңғысы болады. Осындай 6 свечкенің ең соңғысы жасыл болса, значит біз алдыңғы минимумдарға қараймыз. Ой, қызыл болса, біз алдыңғы минимумдарға қараймыз. Мынау қызыл болып жабылды. Алдыңғы минимум қайсы? Мынау ғой. Иә? Алдыңғы минимум осы. Значит, бұны денесімен жауып кетіпті. Алдыңғы минимумды. Значит, бұны істейік, тағы да төменге кетеді деген сөз. Тағы да перелоу жасап тұр. Сол перелоуды жасап тұрғандықтан бұл перелоу 1 сағат бойынша позиция шорт деп қарастырасыздар. Перелоу денесімен мына алдыңғы минимумды жауып кетті. Егер мынау жасыл болған кезде сіздер уж максимумға қарайтын едіңіздер. Мынау, иә, алдыңғы максимум, сосын мынау
жалпы жасылға қарай, жасыл болған кезде мына ең соңғы свечи, жасыл свечке қарайсыз. Жасыл свечи не істеп тұр? Бұл денесімен жаба алмай қалды, значит не перехай шорт. Мынау жасыл болса да не перехай шорт болады дейді. Өйткені мына жақта максимум бағаны келіп былай денесімен жоғарыдан келіп жабылған жоқ та, мына жерден келіп жабылып қалды. Сол үшін бұл не перехай бір сағатта да шорт. Енді қараңыздар, дневкада не болды жаңа бізде? Дневкада не перехай шорт деген позиция болды, иә? Не перехай шорт, значит, рынктың алгоритмі бойынша максимумнан жоғары жақтан шорт күтеміз. Енді 4 сағат бойынша жазып аласыздар. 4 сағат бойынша жаңа бізде не болды? Перелойл болды ғой. Перелойл. Перелойл 1 сағат бойынша тоже перелоу болып тұр. Иә? Қызыл болған, қызыл алдыңғы минимумды алып тұр. Ең соңғы стойчик қызыл ғой, иә? Алдыңғы минимумды алып денесімен жауып қалған. Сол үшін бұл 1 сағатта перелойл деп жазасыздар. Перелойл тоже бұл шорт. Перелойл шорт. Көрдіңіздер ма? Шорт. Мына шорт кеше негізі комбо шорт болған. Комбо шорт болды кеше. Сосын шортты әдемілеп ұстап алдық. Мына мықты уровеннен цена открытие негізі мықты уровень болып есептелінеді. Ютубта мен қазір ссылка жіберем, мықты уровеньдердің ссылкасын жіберем. Сол жерден қарап аласыздар. Қандай мықты уровеньдер бар екен. Сол жерден, сол мықты уровеньдерден дұрыс жерден ТФХ тауып кірулеріңіз керек болады. Енді 1 сағаттың алдыңғы күнге бір көрсетіп өтейін, иә. Алдыңғы күндерге мысал келтіріп көрсетейін, тағы да сіздерге түсінікті болу үшін. Мына жерде мынау жасыл болып жабылыпты ең соңғымыз, иә. Жасыл болып жабылды, значит біз не істейміз? Мына алдыңғы максимумға қараймыз. Мынаны аламай тұр. Еще бұның ең максимум бағасы мынау ғой, мына жақта тұр, жоғары, ең жоғары премаркет. Осының денесімен келіп былай төбеден келіп жабылған жоқ та, бұл мына жерден келіп жабылып қалды, значит не перехай шорт деген позицияны жазып аласыздар. Енді ары қарай кеттік. Енді мына жерде сіздерге уровеньдердің бәрін цена закрытияны қоюлау қылып қызылмен сызып алдық. Сосын цена открытияны оранжевый түспен сызып алдық. Мына көк сызықтар премаркеттегі критический точкалардың максимум, минимум, хай, лоу бағалары. Содан кейін мына жерде тире-тире сары сызықтар тұр ғой. Ол қандай сызықтар? Ол исторический левый ближний гептардың максимум, минимум бағалары. Енді осы жерде геп деген мен дайын видео сабақтарға салып қойғам. Геп дегеніміз не? Айжан ханым, геп. Что это геп? Тыңдап жатсыз ба? Геп деген не? Сабақтарды қарап шыққан шығарсыз. Иә, естіп тұрмын. Геп деген анау ашылып қалған жерлер ме еді? Қандай еді? Иә, дәл өзі. Геп деген разрыв болған жерлер. Иә? Разрыв болып Иә. ашылған, жабылған жерлерді гептің максимумы дейміз, минимумы дейміз. Көрдіңіз ба? Дым қиын емес, міне максимум, гептің минимум, разрыв болып тұр. Мына жерде разрыв болып тұр, гептің максимумы, минимумы, иә? Мынау геп. Осы бос кеңістік геп дейміз. Мына жерде геп бар екен, максимум, минимум. Мына жерде бос кеңістікті геп деп айтамыз. Иә, осы геп деген жазып алған шығарсыздар, енді дайын видео сұрақтарда бар. Гепті айтпай ақ қояйық. Енді мына жердегі мына сары сызықтар, тире-тире болып тұрған сары сызықтар, бұлар исторический геп бағалар, левый ближний, ең жақын геп бағаларды сызып аламыз. Жалпы мына уровеньдерді 48-45, арасында $3 бар. $3, $2, сосын бір жарым кейде сызатын кездер болады. 2, 3, 2 жарым, 2, $1,5 жалпы арасынан былай уровеньдерді алып сызып кете бересіздер. Уровень деген не екенін белгілі шығар, мына горизонтальный болып тұрған сызықтардың бәрін уровеньдер деп айтамыз. Уровеньдерді пошагово сызуды әлі продвинутый курста үйренесіздер. Әлі сіздерге оған ерте, бірақ жалпы бір таныстырып өтіп жатырмын, құлақтарыңыз үйренсін деген мақсатта. Енді қараңыз, Айжан ханым, мына жерде тире-тире болып тұрған сары сызықтар неге мен сызып алдым? Өйткені баға мына жерде исторический осындай гептарды бір толтырумен баға қозғалады. Иә? Мына жерде мысалы мынаны толтырып алады да, сосын дальше төменге қарай былай толтырып, так, былай толтырып төменге қарай кетеді деген сияқты ғой, иә. Солай
рынок қозғалыс жасайды гептарды толтырумен. Геповый метод деп айтады, иә, гептарды толтыру бойынша рыноктың қозғалысын геп, геповый метод деп айтады, гепті толтыру, иә. Енді қараңыздар, енді осы жерде, мына жерде ақ сызықта тұр екен, иә, что-то бізде ақ сызықта тұр ғой. 48-98 деген жоғары жақта, иә. Осы ақ сызық қандай сызық? Бұл бүгінгі күннің қай свечкеден, қай свечкенің зонасында бүгін қозғалатынын білеміз. Яғни баға мына жасыл болып өскен, мына жасыл болып өскен паранормально дистрибуционный свеченің бойында қозғалады. Дистрибуционный свечи деген жазып алыңыздар. И жазыңыздар ма, дистрибуционный аккумуляционный деген алдыңғы сабақта жазған сияқтымын да. иә, кеше Аха, жаздық. оны жазып алдық, иә. Дистрибуционный деген түсініп тұрған шығар. Сонда мына жерде дистрибуционный деген өскен баға, иә, ұзын болып өскен бағаны дистрибуционный деп айтамыз. Баға белгілі рынок жалпы белгілі дистрибуционный свечелердің зонасында қозғалады, біріншісінен екіншісіне ауысып. Мысалы, дневка бойынша былай бір глобально қарап алайықшы, иә, глобально қарайық. Баға қай дистрибуционныйдың зонасында жүр? Мына екі дистрибуционныйдың зонасында жүр ғой баға. Мышка не болды. Мына жердегі мынаның зонасында жүрді баға. Ой, мышкам қуып жатыр ғой. Мынаның зонасында жүрді, иә. Мына жерде, мына минимум мына жақта. Мына қызыл көріп тұрсыз ғой, иә. Зеркальный мынаған привязывать жасап, дәл ортасын алып аламыз, зеркальный қылып, иә. Баға жалпы мынадан былай жүрді, сосын кішкене төменге түсіп кетті, құлап ше, иә. Сосын кішкене төменде жүрді да, иә. Сосын қайтадан секіріп, мынаның зонасына кіріп алды. Осының зонасында былай қозғалып жүр жалпы, иә. Сосын кеше жұма күні шығып кеткен еді, қайтадан дүйсенбі күні кіріп алды. Осының зонасына, мына дистрибуционныйдың зонасына кірді. Бірақ мына жерде, мына зонада бар ғой, иә, осы зонада бар. Енді осы зонамен де жалпы жұмыс жасап тұр. Кеше осының зонасында қозғалды. 8, 20 деп тұрған зона тұр ғой, иә, 28 етер қозғалған. Осының зонасында кеше баға қозғалды. Осы былай келді де максимум жақта мықты уровеньнен шортқа кетті. Былай қай жерге дейін? Мынаның дәл ортасына, мына свеченің дәл ортасы тұр ғой, сирен түспен сызылып тұр. Соған дейін келіп құлап берді кеше баға. Баға жалпы рынокқа глобально қарауды не деп айтамыз? Глобально қарауды дневкамен, weekly таймфрейм бойынша қарауды глобально қарау деп айтамыз. Монзды да жазып қойсаңыздар болады, қосып. Глобально деп жазыңыздар. Глобально рынокқа қарау, дневка, weekly, монз. Ал локально қарау дегеніміз 4 сағат, 1 сағат, 30 минут, осы 4 сағаттан кіші таймфреймдардың бәрін локально рынокқа қарау деп айтады. Енді жаңағы бұның бәрін жазып алыңыздар. Глобально, локально деген не екенін жазып алыңыздар деп ойлаймын. Жазған жарыстар, иә. Жазып алыңыздар, запистен қайталап жазып алыңыздар. Бірақ алдағы уақытта сіздерге продвинутый курста бұл тағы да толығымен ашылатын болады. Глобально қарау, локально қарау деген сияқты. Енді осы жерде таймфреймдарды айтып жіберейін сіздерге. Таймфреймдарды weekly, аптаның басында қараймыз. Weekly таймфрейм апталық таймфрейм ғой. Монз деген айдың басында, айдың соңында қарап аламыз. Мысалы, мына жердегі таймфреймдардың барлығын мен өшірем қазір. Уровеньдердің бәрін өшірем. Сосын мына жерде weekly-мен бір көрсетіп жіберейін. Weekly таймфрейм дегеніміз апталық таймфрейм. Аптада свечкалар, апталық жүріс жалпы қалай болды? Иә, апталық жүріс жалпы алдыңғы аптада баға құлапты қызыл болып, иә. Осы аптада кішкене былай өскен сияқты, жасыл болып жанып тұр, пока что, бірақ денесі қысылып тұр. Қысылып тұрған дене енді осындай кіп кішкентай болып көзге дұрыс көрінбей былай болып тұрады. Ал мынау нормально жүрген свечи үлкен болып тұрады, иә. Пока баға осы кеше қысылып жабылып қалды. Апталық таймфрейм бойынша да қысылып тұр екен.
Өйткені енді 2 күн болды, бүгін 3-ші күн ғой рынокқа жалпы әлі бүгін жалпы осы аптада өсетін шығар. Өйткені мынау не перелом лонг деген позицияда тұр, бірақ тренд шортта. Мынаның максимум закрытиесі жоғарыда, мынаның закрытиесі төменде қалды, бірақ тренд шортта. Біз лонгқа кетеді деп позициямызды ашық қалдырып олай жасай алмаймыз. Енді цена закрытиені сызып алдық та, бұл мынаған келіп тіреледі, иә. Сосын мына жерде жалпы мынаған келіп тірелгенде мына жерде цена закрытиеміз 429,52 деген бағаны қарасаңыздар, дәл мына дәл мына жерде тұрған мынаның минимум бағасы бар ғой, осыған келіп жабылып қалып тұр, иә, көрдіңіздер, иә, тура осы минимумға келіп жабылып тұр. Баға құлап жатыр, иә, құлап келе жатыр. Бірінші мына минимумға келеді, иә, сосын мына минимумға келеді. Егер мынаны алып төменге қарай кетсе, уже мынаған келеді, мынаның фитиліне келеді, сосын мынаған келеді. Мына жердегі мына дене мен мына фитиль екеуі бір болып тұр ғой. Иә, мына дене мен мына фитиль екеуі бір болып тұр. Осыған келетін еді егер мынаны алып кеткенде, мынаны фитильмен алып кеткенде осы жаққа келетін еді. Бірақ баға осы жерден апталық таймфрейм бойынша 29-дан жабылған. Мынаның минимумымен бірдей болып жабылған. Енді осы жақтан енді баға жаймен көтеріліп жатыр. Жалпы негізі жылдың соңына дейін акцияларда өсу күтіліп тұр ғой. Енді осы ақпараттың бәрін мен қазір записьті салып қоямын. Мен алдында да сіздерден бұрын жаңа сабақ өткен ғой, 1 сағат. Сонымен қазір тамағым кішкене қарылып жатыр. Даусым дұрыс шықпай қалып жатыр, әрең шығып жатыр. Осы ақпараттың бәрін жазып алыңыздар. Жазғандарыңызды маған суретке түсіріп жіберіңіздер. Мынаны жаздым, мынаны жаздым деп ше. Мен бір көрейін. Сіздердің жазғандарыңыз уже жаңағыдай ізденіп жатыр деген ой келеді да маған. Ал мен ізденген студенттермен жаңағыдай жұмыс жасаған маған да жақсы. Жаңағыдай жазбай ештеңе тапсырмасын қарамай или там записьті қайтадан қарамай, мынаны қайтадан қарамасаңыздар түсінбейсіздер, даже 2 рет 3 рет қараңыздар. Алдыңғы студенттердің сабақтарын қарай беріңіздер, иә, көбірек түсінік келу үшін. Мен білем, солай сұрақ қойып личкаға жаңа түсіріп жіберіп или чатқа, общий чатқа жіберіңіздер жазғандарыңызды. Сол кезде мен білем қай студент қарап жүр, қай студент қарамай немқұрайлы қарап жүр деген сияқты. Менде курс арзан болғанымен, бірақ сапалы білім беріледі. Өзім біліміме, үйрететін білімімге мен сенем. Студенттеріме де бұйырса, болашақ студенттеріме де сенем. Жақсы профиттің иесі болып, мықты трейдер болып шығатынына сенімдімін. Сол үшін көбірек уақыт бөлсеңіздер екен, фокустың бәрін күндіз-түні осы трейдингке қоя тұрыңыздар. Курс болып жатқан кезде. Енді 2 апта болады, ары қарай 2 ай сопровождение бар. Бірақ осы 2 аптада максимально көңіл бөлсеңіздер, 2 аптада жақсылап үйреніп, ары қарай кішкене 1 айдай демомен шұғылданып, сол 1,5 айда может реалға шығып кетсеңіздер болады. Даже одан ерте де шығуға болады, бірақ рыноктың структурасын түсінуге көп уақыт арнасаңыздар ғана. Рыноктың структурасын түсіну сіздерге өте маңызды. Капитал.коммен тіркелдіңіздер, иә, барлықтарыңыз Капитал.комға тіркелдіңіздер. Купить, продать деген жаңа айттым, сосын видеода бар ғой, база сабақтары сток маркет деген телеграм каналда, содан позиция ашып жауып көріңіздер. Қазір 2D маркет ашылады, содан лонгқа, просто так лонгқа деп жаңа купитті басып сатып алыңыздар да акцияны, иә. Сосын кішкене минус болса да, плюс болса да сатып жіберіп ше, X-ті басып, закрыть деген басып, солай сатып жіберіп, солай позиция ашып жабуды да бір үйреніп алыңыздар. Бүгін сіздерге тапсырма сол, Капитал.комды бүгін ашып жабуды үйрену сіздерге. Сосын веболды ноутбуктарыңызға тартып, жаңа телефонға регистрация жасаған аккаунтты тіркеп, веболды осылай ашып алыңыздар. Веболдың настройкасын сосын тағы да видео звонокпен звондап түсіндіріп жіберемін. Мақұл, Айжан ханым? Не ғой, сұрайшы, бізде премакси сағат 7:30-да ашылады деген едім ғой, сонда 2-де де ашыла ма сонда? 2-де ашылады, премаркет ашылады, бірақ ол кезде біз анализ жасап, сделка ашу